Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақ тақырыбы пісіру ісі туралы ұғым, синтаксис. Сабақтың мақсаттары: пісіру ісі туралы ұғым беру, студенттердің болашақ мамандығының сүйіспеншілігін арттыру, синтаксистік талдауды меңгеру. Сабағымызды грамматикалық тақырыптан бастайық. Синтаксис гректің сөзі құру, біріктіру деген мағынаны білдіреді. Ол сөз тіркесін сөйлемді және оның түрлерін зерттейді. Қазақ тілі синтаксисі 3 саладан тұрады. Біріншісі сөз тіркесі синтаксисі, жай сөйлем синтаксисі, құрмалас сөйлем синтаксисі. Синтаксистік талдау сөйлемді, оның мүшелерін, түрлерін, құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдерді анықтау. Бүгін сабағымызда жай сөйлемді синтаксис талдауға үйренеміз. Мына слайдтағы үлгіге назар аударыңдар. Балалар, егер сендер сөйлем мүшелерін жақсы меңгерген болсаңдар, синтаксистік талдауға тез үйренесіңдер. Сөйлемді оқып көрейік. Ертең балалар Максим Горький атындағы орыс драма театрына барады. Талдауды тұрлаулы мүшелерден бастаймыз. Атап айтқанда, баяндауыштан. Баяндауыш сөйлемнің соңында келеді. Оны сендер жақсы білесіңдер. Барады. Кімдер барады? Балалар барады. Балалар қайда барады? Театрға барады. Ол бізде пысықтауыш болып келеді. Балалар қандай театрға барады? Максим Горький атындағы орыс драма. Ол бізде анықтауыш болады. Балалар театрға қашан барады? Ертең барады. Ол бізде пысықтауыш болып келеді. Ал жай сөйлемнің айтылу мақсаты мен құрылысына қарай талдау жасайық. Жақсыдағы сөздерге назар аударыңдар. Бұл сөйлем айтылу мақсатына қарай хабарлы. Өйткені балалардың қайда баратынын, қандай театрға баратынын мұнда хабарлап тұр. Бұл сөйлем бізде жақсы сөйлем. Өйткені сөйлемде бастауыш бар. Бұл сөйлем бізде жайылма сөйлем. Өйткені тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелерде қатысқан. Бұл сөйлем бізде толымсыз. Өйткені сөйлемде толықтауыш жоқ. Сөйлем мүшелерінің бесеуде қатысса ғана толымды сөйлем болып келеді. Келесі слайд. Егерде түсінсеңдер жақсы, келесі слайдта тақырыпты бекітуге арналған тапсырма берілген. Мұнда сендер 3 сөйлем берілді. Талдау жасар алдында сендерге үлгі көрсетілген. Үлгіні сөйлемді оқып көрейік. Алмас Озат оқушы. Оқушы бізде баяндауыш болып келеді. Кім оқушы? Алмас оқушы. Алмас бастауыш болады. Алмас қандай оқушы? Алмас Озат оқушы. Озат бізде анықтауыш болып келеді. Ал енді айтылу мақсаты мен құрылысына қарай талдайық. Бұл сөйлем бізде хабарлы. Алмастың қандай оқушы екені хабарлап тұр. Бұл сөйлем бізде жақты сөйлем. Алмас бастауыш болып бар. Жайылма сөйлем. Өйткені тұрлаусыз мүше қатысқан. Бұл сөйлем толымсыз. Өйткені мына сөйлемде пысықтауыш пен толықтауыш жоқ. Қалған 3 сөйлемдерді өздерің дәптерлеріңе талдап көріңдер. Ал балалар, лексикалық тақырыпқа көшейік. Лексикалық тақырып пісіру туралы ұғым және оның мәні. Бұл мәтінде пісіру өте маңызды технологиялық процесс екені туралы айтылған. Пісіру ғылымы мен техникасын машина жасау және құрылыс жұмыстарында жиі қолданылады. Қазіргі кезде ғылыми техникалық прогрестің дамуымен бірге пісірудің қолданылатын түрлері мен әдістері көбейді.
Осы туралы бұл мәтінде жазылған. Мәтін бойынша келесі слайдта тапсырмалар берілген. Тапсырмалар: бірінші, мәтінді түсініп оқы, түсінгеніңді айтып бер, мәтін бойынша 3 сұраулы сөйлем құрастыр, мәтінде бір сөйлемге синтаксистік талдау жаса. Келесі слайд. Сабақты қорытындылау уақыты келді. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: гректің сөзі синтаксис қазақ тілінде қандай мағына береді? Екінші сұрақ: қазақ тілінде синтаксис неше саладан тұрады? Үшінші сұрақ: пісіру процесі қайда қолданылады?